Hi guys, how are you? I'm gonna to talk you about third grade exercise 22 and page 102 and 103. Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Рамазан айы баршаңызға мүбәрәк болсын. Және осы қасиетті айда бір-біріңізді қолдап, каналға тіркеліп, достарыңызға таратып, лайк басып қолдап жіберсеңіздер. Мен өте қуанышты болар едім. Now exercise 22, listen and read, then answer. Тыңдаңыз және оқыңыз, сосын сұраққа жауап беріңіз дейді. Алдымен сұраққа жауап бермес бұрын текстті оқып алайық. This is me at summer camp. Бұл мен жазғы лагердемін. Look, I am skateboarding. Қара, мен скейтборд теуіп жатырмын. I can skateboard really well. Мен скейтбордты шынында да өте жақсы теуіп аламын. Ал енді сұраққа назар аударайық. Бірінші сұрақ. Can Lily skateboard? Lily скейтборд теуіп алады ма? Yes, Lily can skateboard деп жауап беремін. The next text about Daisy. This is Daisy. She is jogging. Бұл Daisy. Ол жүгіріп жатыр. She is with her dog Bella. Ол өзінің иті Белламен жүгіріп жатыр. Екінші сұраққа назар аударайық. What is Daisy doing? Daisy не істеп жатыр? Daisy is jogging. Яғни ол жүгіріп жатыр. The next text about Liam. Liam is doing karate in this picture. Мына суретте Liam каратэмен айналысып жатыр. He can't do it very well. Look at him. Оған қара, ол каратэні онша ойнай алмайды. Үшінші сұраққа назар аударайық. What is Liam doing? Liam не істеп жатыр? Liam is doing karate in this picture. Last text about Jake. This is Jake. He's having a picnic. Бұл Jake, ол пикник жасап жатыр. The sun is shining and he's eating an ice cream. Күн өте шуақты және олар балмұзды жеп жатыр. Төртінші сұраққа назар аударайық. Is Jake eating pizza? Jake пицца жеп жатыр ма? No, he is having a picnic. Now exercise 23, read and choose. 23-ші жаттығуда оқыңыз және таңдаңыз дейді. Берлик and Айдар are going болады. Camping in the forest. They decide, шешім қабылдады, to put their tent under a tree. Яғни ағаштың астына шатырларын құруға шешім қабылдады деді. It's getting dark and they can't see very well. Яғни қараңғы болып жатыр және олар ешқандай ештеңені көре алмады дейді. Then they hear strange noise up in the tree. Сосын олар қорқынышты бір шулы дыбыс естіледі ағаштың ішінен. They quickly and leave the tent there. Олар құрған шатырларын тастап, үйлеріне қарай жылдам жүгіреді. Өте қызықты оқиға екен, балалар. Ал енді talk with your friend, яғни достарыңмен әңгімелеседі. Then write about summer camp. Яғни өзіңнің жазғы лагерде болған оқиғаң туралы жаз дейді. This is me at summer camp. Бұл мен жазғы лагерде дейді. Look. Қараңыз дейді. Яғни суретке қараңыздар, балалар. Суреттегі бейнеленіп тұрған бейне өздеріңізде елестетіңіздерді сөйлем құраңыздар. Look, I am playing basketball. Қараңыз, мен баскетбол ойнап жатырмын. Also, we decide to put our tent under the tree. Қараңыз, мен баскетбол ойнап жатырмын. Сосын біз шатырымызды ағаштың астына құруға шешім қабылдадық. Дәл осы сөйлемді үлгі ретінде алып, өздеріңіз де сөйлем құрастырып көріңіздер. Now exercise 24, let's sing. Яғни 24-ші жаттығуда ән берілген. Бұны енді сыныпта апайларыңызбен бірге айта жатарсыздар. Now exercise 25, thinking cap. 25-ші жаттығуда thinking cap, яғни ақылды қалпақ ойыны ойнау қажет. Бұл жерде ойын берілген екен. Talk with your friends, яғни достарыңмен бірге әңгімелеседі.
Мынау екі балалар берілген, ұл мен қыз. Соның тұстарына қарасаңыздар, қалай әңгімелесу қажет және суреттегі сөздерді қолдана отырып сөйлем құрастырып әңгіме құру керек. Үлгі ретінде мына сөйлемдерді құрастырып қойдым. Осы сөйлем бойынша диалог құрасаңыздар да болады. Number 1. You can play the violin with it. Бірінші суретте, яғни сен скрипканы осымен тарта аласың, ойнай аласың дейді. Number 2. You can skip with it. Number 3. You can skateboard with it. Number 4. You can skating with it. Number 5. You can playing football with it. Number 6. You can put apples with it. Number 7. You can eating a food with it. Number 8. You can sailing with it. Ал достар, сабағымыз осымен аяқталды. Келесі көріскенше сау болыңыздар. Каналға тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Goodbye, see you soon.